Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Мен дәл осындай ас мәзірін дайындаудың рецептімен таныстыратын боламын. Ең алдымен лайк белгісін басып, маған подписация басып және қоңырауша белгісін басып, все деген белгіні басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді, пиязымызды және сәбізімізді салып, қызарғанша қуырып алып, одан кейін яғни дәмдеуіштеріміз, мен бұл жерде тұз, паприка және түрлі өсімдіктерден жасалған осылай паприканы қосып, ас пастасын қосып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламын. Одан соң осы подливкамыз бататындай етіп, кішкене ғана су құйып, жай отта бетін жауып, қайнатып пісіретін боламын. Екінші күрішімізді жақсылап салқын суға жуып аламыз. Мен бұл жерде 2-3 қайтара жуып алатын боламын. Яғни суымыз мөлдір болғанша жуып алатын боламыз. Қайнап тұрған суымызға баяу отта осы күрішімізді қайнатып піскенше қайнатып алатын боламыз. Бір ас қасық тұзымызды салып, осылай жай отта, баяу отта қайнатып пісіріп алатын боламын. Осылай қозғап тұрғандарыңыз дұрыс, ары жабысып қалуы мүмкін. Екінші кезекте картоплымызды жақсылап жуып тазалап алып, дәл осылай формада бір келге етіп кесіп, салқын суда крахмалы, яғни кеткенше жақсылап жуып, осылай құрғақ матамен немесе салфеткамен бетін басып, суын кептіріп аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай үлкендей ыдысымызға салып, тұздықтарымызды қосатын боламыз. Салфеткамен немесе сұйық майымызды 2 ас қасық мөлшерінде мен өзімде бар паприка қостым, шашлычный және паприка, одан кейін түрлі дәмдеуіштер қосылған паприка. Барлығын жақсылап араластырып, және бір ас қасық көлемінде тұз қосатын боламын. Жарты сағатқа немесе 20 минутқа осылай қойып қойсаңыздар, құрамы өте дәмді болып шығады. Осылай қызып тұрған печкамызға осылай осы фриларымыздың барлығын бір келге жайып пісіріп алатын боламыз. Бар жоғы 20 минутта осылай барлығы дайын болады. Қарап отырғаныңызда өте сәнді, өте керемет шықты. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып және поделиться батырмасын басып, достарыңызға WhatsApp желісі арқылы бөліссеңіздер болады. Күнделікті ас ретінде де пайдалансаңыздар болады. Дәмі өте ерекше, көрінісі де өте керемет болып шығады. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма подписация басып, тіркеліп қойуды ұмытпаңыз. Мен сіздермен түрлі оңай, жеңіл дайындалатын ас мәзірін YouTube арнама шығаратын боламын. Егерде мен видеом ұнаса, лайк басып, маған подписация басып және қоңырауша белгісін басып, менің YouTube арнамды қолдап қойыңыздар.